Hi guys, how are you today? Today we're going to learn about new verb phrases. Verb phrases етістіктер. Біз бұл жерде жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Сіздерге мынау бірінші столбекте жаңа етістіктер берілген және оның аудармасы. Екінші столбекте де жаңа етістіктер және оның аудармасы. Мына жерде 20 шақты етістіктер берілген. Осы сөздерді жаттап алсақ, біз күнделікті өзіміздің не істейтінімізді, күнделікті қолданылатын ең қажетті етістіктер болып табылады. Мен сіздерге сөздерді айтып отырам, сіздер менің артымнан қайталап отырсаңыздар болады. Cook dinner, кешкі ас пісіру. Do homework, do housework. Екеуінің айырмашылығы қандай? Do homework сіздердің тапсырма, апайдың берген тапсырмасын орындау, үй жұмысын орындау, ал do housework ол үйдегі кәдімгі ыдыс-жуу, үй жинау деген сияқты үйдің тірлігін жасау деген мағынаны білдіреді. Екеуінің айырмашылығы сол. Next word, келесі сөз, drink mineral water, су ішу, минералды су ішу. Eat fast food, fast food жеу. Go to the cinema, кинотеатрға бару. Have children, балалы болу. Have breakfast, таңғы ас ішу. Have lunch, түскі ас ішу. Have dinner, кешкі ас ішу. Listen to the music, музыка тыңдау. Watch TV, телевизор көру. Work in an office, офисте жұмыс жасау. Need a new car, жаңа машина қажет. Live in a flat, пәтерде тұру. Play the guitar, гитарада ойнау. Read a newspaper, газет оқу. Say sorry, кешірім сұрау. Speak German, немісше сөйлеу. Study economics, экономика оқу. Take an umbrella, зонтик алу. Want a new car, жаңа машинаны қалау. Wear glasses, очки кию. Like animals, жануарларды ұнату. Енді осы жердегі мысалға бізге қажетті сөз ол етістіктер. Мысалға cook, тамақ пісіру, do жасау, drink ішу, eat жеу. Бірақ біз бұл сөздерді мына қасындағы сөздермен қосып жаттаймыз. Өйткені сол кезде есте сақтау қабілетіңіз жақсарады. Сол кезде сіз тез есте сақтай аласыз. Ал егер өзін ғана жаттасаңыз, ол кезде ол есте қалмауы мүмкін. Сондықтан да қасындағы сөзімен бірге жаттаймыз. Түсінікті ғой? Енді осы сөздерді жаттап алғаннан кейін, мына жақта сіздерге тапсырма беріп қойғанмын. Осы жерде сіздерде жаңағы біздің үйренген сөздеріміз тұр. In a flat, бірақ алдында етістігі жоқ. Мысалға, in a flat сөзі сіздерде мына жерде тұр. Бірақ алдындағы live, өмір сүру деген сөзі жоқ. Сіз осы сөздерді жаттап болғаннан кейін, келесі бетті ашасыз да, мына бетті көріп отырып, алдындағы етістігімен қосып өзіңізді тексересіз. Мысалға, in a flat, live in a flat. In an office, офисте не істейді адам? Жұмыс істейді. Work in an office. Children, балалы болу. Have children. Деп өзіңізді сөйтіп тексересіз. Сосын жалғасы мына жақта.
мысалға мына жердегі суретте 18-ші суретте fast food деп тұрса, fast food не істейді? Fast foodты жейді. Fast food жеу. Eat fast food деп өзіңіз осы сөйлемді ары қарай толтыратын боласыздар. Түсінікті ғой? Енді келесі бетте бір айта кететін нәрсе, жаңа біз мына жерде have деген сөзді үйрендік. Мысалы, have children, have breakfast деген, сонда бұл have сөзін әр жерге қолдана береміз бе? Ол қалай сонда, соны түсіндіріп өтейін. Eat сөзін біз жеу деп аударамыз, сосын біз ол eatті тек тамаққа ғана қолданамыз. Мысалға, eat fast food, мысалға, fast food жеу тек тамаққа қолданамыз, ал have-ті біз тамаққа да, сусынға да қолдана береміз. Мысалға, have a sandwich, сэндвич жеу деп аударылады, have a coffee, кофе ішу деп те аударылады. Сонда have сөзі тамаққа келсе жеу болып аударылады, сусынға келсе ішу болып аударылады, сөйтіп мағынасы өзгере береді. Түсінікті ғой? Мысалға, мына жердегі have breakfast болса, ол уже таңғы ас ішу, тамақтану деген мағынаны білдіріп келеді. Сол сияқты мынау have сөзі сіздерде ауыспалы, әртүрлі мағынаны білдіріп кете береді. Түсінікті ғой? Осының барлығын жазып аламыз өзімізге.